Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді блинчик дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 2 жұмыртқа, 50 грамм сары май, шым тұз, 400 грамм сүт, 200 грамм ұн, жарты чайный ложка сода, 100 грамм құмшекер қажет. Ең алдымен ыдысымыздағы сүтімізге 2 жұмыртқамызды, үстінен майымызды, құмшекерімізді қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Оның үстінен тұзымызды саламыз, содамызды саламыз, араластырамыз. Үстінен ұнымызды 2 бөлікке бөліп, салып араластырамыз. Ішінде түйіршіктер қалып кетпейтіндей етіп араластырамыз. Қалған ұнымызды үстінен салып, тағы да жақсылап тұрып, бір келкі масса етіп араластырамыз. Бізде осындай масса пайда болады. Енді қызып тұрған табамызға бір ожаудан құйып, домалақ етіп газымызға қоямыз. Осындай беті тесік-тесік болып, жан-жағы сарғайған кезінде келесі бетіне аударамыз. Бізде осындай өте дәмді блинчиктер пайда болды. Осымен біздің блинчигіміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаймыз. Барлықтарыңызға ас болсын.